Сәлем достар, эфирде Ережеп Ляна Қуаныш қызы. Мен 7 жаста, мен 2-ші сынып оқимын. Бүгін біз сендермен өзімнің білетін білімдермен бөліскім келеді. Бүгін біз сендермен ондық, бірлік және де разрядтық құрамын үйреніп аламыз. Санның жазуына қара, бір сандық болса, ол бірлік болады, ал 2 сандық болса, ол ондық болады, ал 3 сандық болса, ол жүздік болады, ал 4 сандық болса, ол мыңдық болады. Біз санның жазуына қарап жазайық. Мысалы, 45 дейік. 45. Міне 45, енді чені болады 4, ол бізде болады ондық. Міне ондық. Ал біздің 5-іміз болса, ол болады бірлік. Міне бірлік. Ал келесі, біз мысалы 100-дікпен шығарайық. Мысалы 120 дейік. 120. Біздің чен шығады біріміз, ол болады 100-дік. Міне 100-дік. Ал біздің 2-міз болса, ол болады 10-дік. Ал 0 болса, ол болады бірлік. Міне достар, тағы бір мысал, ал қысқартып жазылғанда ондық деген онды болады, ал бірлік деген бірлі болады, ал жүздік деген жүзді болады. Енді тағы да мысалымызды келтірейік. 69 дейік. 69. Чен болады, біздің 6-мыз, ол болады әрине ондық. 10-дық. Ал біздің